Кедейлік қайдан келеді деген бір жақсы бір кітап оқыдым да мен. И действительно өзім өмірбаянымды өткізіп алдымнан ше. Бұрын мен қандай болдым, қазір қандаймын деп. Бұл көбінесе менің военный кезім мүмкін әсер еткен шығар. Кедейлік негізі беспорядктан келеді, оказывается. Үйіміз шашылып жатса, кроватымыз таңертең тазаламасақ, элементарно жуынған шерімізді тазалап кетпесек, дастарханымызды тазаламасақ, кедейлік содан келеді да, оказывается. И мен қазір ұстанам, андай жақсы тоже бір сөз естідім да, адамның артын адам жинамайды. Малдың артын адам жинайды. Біз мал емеспіз ғой. Мен өзіме айттым, мен мал емеспін ғой деп. И сейчас стараюсь, даже кафеге барсам да посуданы жинап кетемін. Үйде болсам да мен тамақ ішсем, үйде посуданы жинап, артын жуып қоямын да. Әйеліме рахат негізі. Посуданы жуып қоямын. Мысалы, даже ваннада таңертең жуынамыз ғой. Жуынған кезде шашылады ғой су, раковинаның жан-жағын бәрі су болады. Мен соның бәрін сүртіп кетемін да, тап-таза. Өйткені өзімізден бастау керекпіз да, тәртіпті, порядокты. Сонда ғана біз успешный бай боламыз.